Сөз анасы сәлемдемекші, сәлеметсіздер ме құрметті қазылар алқасы және көрермендер. Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы Қаракебер ауылы номер 14-ші Әбіл Ныспаев атындағы орта мектебінің 9-шы сынып білім алушы Нұрқасым Алина. Менің отаныма менің бастамам атты республикалық шығармашылық жобалар байқау аясында жақсылық керуен номинациясы бойынша жақсылық жасау игі іс атты жобамды ұсынбақшымын. Жобамның мақсаты халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан балаларды бейімдеу, әлеуметтік осал топтағы балаларға, қарт адамдарға және де балаларға қолдау һәм көмек көрсете білу, кәмелетке толмағандардың мінез-құлқының алдын алу, әлеуметтік статустары төмен жандарға немесе отбасыларға жәрдемдесу. Жобамның міндеті оқушылардың бір-біріне ортақтастық, қайырымдылық, мейірімді болу тәжірибесін игеруге мүмкіндік беру, көмекке мұқтаж жандарға құрмет және қамқорлық сезімін дамыта білу, барлық адамзаттың бойына жанашырлық, мейірімділік сынды тек жақсы қасиеттерді қалыптастыра білу, сондай-ақ әсіресе жасөспірімдерді түрлі жақсы істер жасай білуге тарту. Жобамның өзектілігі қамқорлыққа алынған осал топтағы балалардың, қарт адамдардың, әлеуметтік аз қамтылған отбасылардың және де барлық көмекті қажет ететін жандардың жанашыр қамқоршысы бола отырып, аялалы қан тосып, жүрек жылуын ұсынудан тайынбау. Менің жауабым жақсылық туралы болғандықтан жақсылық туралы айтып өтсем. Жақсылық бұл адамгершілік пен имандылықты сипаттайтын жалпы ұғым болып табылады. Меніңше жақсылық жасау түкте қиын емес деп айтар едім. Тек қолдау білдіріп, кішкене ғана көзге ілінетін жақсылық жасап, біз мұқтаж жандарға өз қолдауымызды білдірсек, мұның өзі бір сауапты құрметті іс болып табылар еді. Осы орайда біздің елді мекен, яғни Қаракемер ауылында жақсылық жан азығы деп аталатын іс-шаралар жүзеге асқан болатын. Атап айтатын болсақ, әлеуметтік жағынан қорғалмаған отбасы балаларына қолдау көрсету мақсатында ұйымдастырылған мектепте жол акциясы және жүректен жүрекке атты акция. Бұлардың мақсаты әрбір азаматты қайырымдылық ісіне тарта білу. Осы акциялар шеңберінде бізде мұқтаж жандарға киім-кешектер, спорттық құралдар, жалпы мұқтаж жандардың шығармашылық дамуына әсер ететін заттарды алып беру қарастырылған болатын. Сондай-ақ біздің мектеп ұжымы бірігіп, мұқтаж жандарға ұялы телефондарды сый-сияпатқа тартқан болатын. Келесі бізде бұл мейір мекен деп аталатын еріктілер тобы. Бұл еріктілер тобының мақсаты жасы үлкен жандарға көмектесу, қоршаған ортаны қорғау және де қоғамдық дамуға үлес қосу. Және де көп кездесе бермейтін бізде бұл тегін такси акциясы. Бұл тегін такси акциясын біз мұқтаж жандар алыс жолға шыққан кезде бұны қолдана аламыз. Және де құрметті қазылар алқасы, мен осы жобаға өзімнің 3 ұсыныс идеямды ұсынбақпын. Бірінші, бізде жаңа технология, екінші, ерекше білімді қажет ететін жандар үшін оқу орнын ашу, және де бізде үшінші, ол буллингтің алдын алу. Жаңа технология, осы ұғымды естіген кезде бұның жақсылық дейтін жобаға қандай қатысы бар дейтін сұрақтарымыз туындауы мүмкін. Егер де мен мынандай ситуацияны жағдайда алатын болсам, мысалы жолдағы үлкен кісілер әдетте үлкен сөмкелермен кетіп бара жатқанда оларға кейбір жандар көмектесуі немесе көмектеспеуі де мүмкін. Ал қазір бізде технология қарыштап дамып жатқан кезінде технологияның көзі болып табылатын осындай роботтарды үлкен кісілердің сөмкесін тек үлкен кісілер ғана емес, барлық жандардың заттарын тасуға, жеткізуге осы роботтарды пайдалану арқылы жаңа технология жобасын жүзеге асырар едім. Келесі бізде ерекше білімді қажет ететін жандар үшін оқу орнын ашу. Бұл ұсыныстың мақсаты ерекше білімді қажет ететін жандардың оқу ісіне бейімдеу. Мысалы, қазір кезде ерекше білімді қажет ететін жандардың оқу процесі төмендеп бара жатыр және олар кемшілікті түрде көрсетілуде. Сондықтан біз осындай мекемелерді ашу арқылы оларға инклюзивті білім беріп, жаңа жеке мүмкіндіктерін дамыта аламыз. Келесі бізде буллингтің алдын алу. Қазіргі кезде әсіресе әлеуметтік статустары төмен балалар өздерінің құрдастарының тарапынан қысымға ұшырап, буллингтің құрбанына айналуда. Сондықтан да біз осы буллингке ұшыраған балалардың психология ерекшелігіне аса назар аударып, осы мәселеге біз психологтарды көптеп тартуымыз қажет. Осылайша біз буллингке ұшыраған оқушылардың жазатайым оқиғалардың алдын ала алатын едік. Енді кезекте қорытындылай өтсем.
Жақсылықтың жоғарысы майдасы, жақсылықтың жоғастар айласы. Жақсылық жаса қайтпаса да өзіне ұрпағына тиеді оның пайдасы демекші. Жақсылық жасаудан тайынбайық, жақсылық жасаудан тайсалмайық. Ендеше құрметті қазір алқасы, назарларыңызға рахмет.